Армысыздар, бармысыздар, ассалаумағалейкум, қадірменді сыр елінің жұртшылығы, төл арнаның тұрақты көрермендері. Бүгін жексенбі, әдеттегідей, жексенбінің кешінде 11-ші студия телеарнаның төрінде. Шынайы ақпарат, объективті мағлұмат естігіңіз келсе, біздің арнамен бірге болыңыздар. 11-ші студия сіздер үшін барша жаңалықтарды бүгін талқылауға, таразыға салуға сақадай сай. Бір қуантатын жағдай, бүгін 2021 жылдың қорытынды шығарылымы. Жылды әдемілеп қорытындылайық, жақсылап қарсы алайық. Жалпы осы жылдың да бір басты жаңалық осы 11-ші студия бағдарламасының көрерменге жол тарту деп ойлаймын. Ең басты жаңалық осы жылдың деп сенсациясы деп айтар едім. Өзіміз қалай мақтай береміз. Жарайды, олай болса алғашқы айдарымыз әлемнен сәлем бастаймыз. Тенденция бар да, енді көптеген салалар жылдық қорытынды жасайды. Соның бір жылдық қорытындының бірі желілерге байланысты екен да. Қазіргі таңда 2021 жылдың Cloudflare деген аналитикалық компанияның есебі бойынша дүние жүзінде қолданушысы жағынан бірінші орында TikTok екен. Екінші орында Google екен, үшінші орында Facebook екен. Өмірінде бірінші рет компания жасалғалы бері Google ұтылып тұр бұл позициядан. TikTok алға шығып кетіп тұр. Ол қандай тенденция деп ойлайсыңдар, жігіттер? TikTok-тың жалпы алға шығуына бірден бір себепкер осы біздің Қазақстанның жастары сияқты. Өйткені көшеде тұрып алып билей береді. Жалпы TikTok деген бір менің ойымша, енді дұрыс әлеуметтік желі, көп нәрселерде көмегі бар, оның ішінде бизнес құралы болып кетті қазір. TikTok, Instagram тағы. Бірақ сол именно TikTok-тың мен келіспейтін жерім, бұл жастардың вербовка деген нәрсе бар ғой, миын улау. Яғни біз қазір бір ойланудан қалып баратқан жастармен кездесіп жатқан сияқтымыз TikTok деген нелердің. Бірақ негізі Ресейде бір мұғалімді жыл мұғалімі деп марапаттапты да. TikTok-та кеше пандемия кезінде геометрия пәнін үйреткен ғой TikTok-пен ше. Оны жақсы жағына қолданатындар бар ғой, бірақ енді көбінесе бізде мынау маркетингтік құрал ретінде блогерлер, басқалары сол мақсатта көбірек қолданады. Енді аудитория қақта сол блогерлерде сақырып жүгіреді ғой, олар енді просмотр, лайк болмаса өмір сұрамайды ғой. Сосын өте сезгіш па, сондай бір деңгей ғой TikTok деген. Жалпы не ойлап тұрасың, соны алдына шығарып береді. Ол жасанды интеллект қой. Сен нені көп іздейсің, соған сай саған рекомендация жасап отырады. Қазір осы үшеуміз сөйлесіп отырық қой, мысалы телефондарымыз соны естіп отырады да, TikTok-қа кірген кезде мысалы кроссовка немесе футболка деген әңгіме айтсақ, бізге соның жарнамасын шығарып беріп отырады ше. Сосын TikTok ақшта тегін үй деп қолжетімді баспана деп. Енді мысалы TikTok ақшта тыйым салынған. ақшта тыйым салынған әлеуметтік желілердің бірі. Мен таңғалған, бұл рейтингте Twitter жоқ екен. Твиттердің несі кілең андай үлкен кісілер пайдаланғаннан кейін жастар онша жоқ қой Твиттер. Саяси элита көбінесе сол Твиттерде отырады. Твиттерден жалпы президенттер іздесең Твиттерден табасың, иә? Өйткені нақты пікірлерді, соңғы ойларын былай айтқан кезде. Осы тәкен ұсынған жоқ па осы ақпаратты 11-ші студияда? Қазақстандықтардың Твиттерға тіркелуі көбейген Тоқаевтан кейін. Тоқаевтан кейін, шынымен. Өйткені ол кісі сол Твиттер ашылғалы бері соны қолданып келе жатыр. Қазірдің өзінде де сол Твиттер арқылы біз көптеген ол кісінің пікірлерін қолданып жатамыз. Сосын Твиттердің бір жақсы жері 140 символдан асса пайдалана алмайсың. Ойыңның барлығын шақтайсың. Ойыңның бәрін 140 символға қарай жинақтайсың болды. Ол да бір жағынан ақпаратты берудің өте бір ықшам түрі. Жақсы. Ол жыңдамайсың да. Фейсбуктағыдай ма отырып алып пост жазған кезде кейбір кезде расымен бізден Фейсбукта неде посттарды оқып келмейді ғой. Пост жазбайды ғой, Фейсбукта жыр жазады ғой бауырым. Енді екінші жаңалықтардың бірі кеше бір ерекше жаңалық. Әлем бойынша сіз жауап беріп жатқан. Иә, жауап беріп жатқан мен бүгін әлем бөлімінің басшысы. Мен немін ғой, космополитпін ғой, әлемнің азаматымын. Енді Чили президенті өзінің итіне Инстаграмда аккаунт ашыпты. 2 күннің ішіне 288 мың адам тіркеліпті. Содан қалды, оның Чили президентінің итінің аккаунтына кеше ғана Аргентинаның президенті тіркеліпті. Сөйтсе жағы иттің атынан елдегі отқан жағдайды жазады екен де жағы. Сөйтсе, енді екі ел келісіммен сөйлескен ғой, сөйтсе, мен бүгін Аргентинаның президентінің итімен келісімсіз жүргіздім, сөйлестім деген сияқты сондай ақпаратты солай беріп жатыр екен да. Сонда бұл бір маркетингтік нәрсе ма, әлде бұл дұрыс айтпай қойса, мысалы президент дұрыс айтпай қойса, ана Чилидің президенті дұрыс айтпай қойса бір нәрсе, итің атына жіберіп отыр ғой. Маған не дейсіңдер мынау? Ит не демейді деген әңгіме ғой. Қазақтың айтатыны бар ғой, иттің басына әркет төгіліп, аузына сарымаяқты дейді. Дәл сондай бір заманға келіп. Сосын ше, мысалы, жігіттер осы жерде шамалы офф-топ болсын, мысалы, жеті қазынаның бірі ит дейді ғой. Негізі ит емес, жүйрік тазы емес па?
тазы, иә, бірақ бәрі ит дейді да, тазы. соны итті жалпылап жібереді да. Иттің де түрі бар ғой. Құмай тазы деп келеді ғой. Құмай тазы деп негізі соны бір түсіндіру керек сияқты, өткен ит жеті қазынан бірі деп иттің бәрін кіргізе береді да. Мысалы ол тазылардың бір несін абыройын түсіретін дәл осы сөзін жаңа Чилидің президенті естіп аккаунтты удалить етіп тастады. Мен құмай тазы екен ғой, мен жеті қазына деп былайынша құмай тазыдан ұшқан құс жүгірген аң құтылмайды деп біздің әңгімелерімізде солай келеді. Содан кейін құмай тазы бұл тазыдан тумайды дейді ғой негізі. Саралағаздың жұмыртқасынан шығады дейді. Овчарка қазақтың еті емес мысалы. Біздің жеті қазынамыздың бірі мына лабрадор деп тұрсаң. Сол ғой, иә. Сондықтан тазының абыройын көтере беру керек сияқты, жүрген жерімізде айтып ше. Сол ой қосқым келіп, иттен шығып кеткенсің. Дұрыс. Біз наурыз айтатын әңгіме жаңа жылдың қарсаңында айтып отырсыз. Наурызда жаңа жыл ғой. Ал тағы қандай жаңалығыңыз бар? Жаңалық кеше бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы айтады дейді. Біз пандемияның аяғы түгіл ортасына да жеткен жоқпыз деп. Пандемия бітуінің деп. Енді мысалға мынандай біздің құдамыз ғой кісілер. Иә, аналитикалық пікір бар да, әлемде ең көп табыс алып келетін акция ол соғыс екен. Яғни соғыс жүрген жерде прогресс жүреді. Қару, медицина деген сияқты дамиды да. Сосын ақша айналымы үлкен болады. Мысалы банкі ірі елдер немесе қару шығаратын елдерде ешқашан соғыс болмайды да. Болмаса қару шығаратын жерлердің түбіне қойып тастайды. Сол мынау енді соғыс ашайын десе бір елге қазір барлығында атомдық ядролық қару бар да. Қазір пандемия дейсің, соғыс ашайын десе қорқатта ядролық қару бар да. Өйткені ол соғыс конфликт болып тұрғанмен де ол бір кнопканы басып жіберді, бір ел жоқ болып кетті мысалға. Сондықтан қазір соғыстың альтернативасы ретінде осы вирусты бір сондай бір қатты бір кейбір ана дұрыс қой, ауру барына бар, біз күресіп жатырмыз, бірақ соны жаңағы кәсіпкерлер үлкен әлемдік деңгейдегі жаңағы решалалар дей ма орысша айтқанда, солар бір пайда табу мақсатында құрал ретінде пайдаланып отырған. Құрал ретінде пайдаланып, содан дәріден басқадан ақша істеп отырған сияқты менің ойымша да. Енді ол ситуацияны пайдаланып келіп тұр. Ешқашан табиғатында коронавирус ол мутацияға бармайды. Ол жүре-жүре өліп қалады. А бұл вирус штамдары көп та. Сосын әртүрлі симптоммен келеді. Сондықтан енді бұл вирустың бір жасандылығына да кейбірлер, бұл пікір ретінде айтып жатырмын, бұл нақты нәрсе емес. Жасандылығына көп адам шынында да күмәнмен қарайды. Енді біз әуелгі бағдарламамызда айтып едік, бізде бір қазақстандық бір штамын ойлап табуымыз керек сияқты. Өзіміздің отандық па? Отандық. Штамы деп. Тоқтап қап деп тұрасың деп. Аңырсымай не қылып деген. Жарайды енді, мұның бәрі әзіл ғой. Барлық штамдар табылды ғой шынында да. Дельта штам, альфа штам дедік. Омикрон деген келе жатыр. Омикрон деген келе жатыр. Біздің анау Бекшинде күн сайын жаңалықтың төрін бермейтін болды ғой, әні келеді. Сол әңгімеге мен қазір сол ел құлағы елу айдарында көшсем ба деп отырмын. Тамаша. Құрметті көрермендер, олай болса ел құлағы елу айдарына кезек берсек. Ал жігіттер, мына бізде жалпы қазақта сәуегейлік деген сөз бар, көріпкел деп жатамыз. Осы қазіргі заманауи көріпкелдің бірі осы Бекшин деген мырза болды бізде. Елдің аузындағы әңгіме ғой енді. Омикрон деген жалпы штам, соны Бекшин мырза былай деп айтыпты. Бізге де келуі ықтималдылығы жоғары деп. Мегаполистің бас санитарлық дәрігері дейді, Алматының бас санитары ғой. Орта мерзімді болжамды жариялады. Оған сәйкес Алматыда COVID-19-ның омикрон нұсқасы эпидемиясының кезекті толқыны орын алуы әбден мүмкін. 2022 жылдың қаңтар айының ортасында дельта нұсқасын біртіндеп ауыстырып бастайтын омикронның үстемдігі болады деп күтілуде. 5-ші толқынның шыңы алдағы жылдың наурыз айының ортасында болады деді ведомство басшысы дейді. Енді қалай ойлайсыздар жалпы омикрон енді шынымен енді біз коронавирусты шыққан кезде Қазақстанға келеді, келмейді деген екі ойлаумен жүріпті, бірақ келді ғой. Иә, енді құр қалмасын деген. Бекшин мырза айтпақшы, наконец-то болды. Бірақ былай жақтасын әрине, бізге келмеген дұрыс, тыныш өмір сүргенбіз, бірақ дей тұрғанмен осы омикрон тағы келе жатыр дейді. Енді ол әлемде бар нәрсе, біз енді қазір Қазақстан барлық елдермен тығыз қарым-қатынастамыз ғой, экономикалық, саяси, енді көптеген біздің адамның халықтың жағдайы жақсы болған сонша шетелге барып демалады, сосын алып келеді өзімен бірге. Осының өзінде тәке біздің Қазақстанға 2300 адам келіпті. Омикроны қатты жаңағы күрделеніп жатқан елдерден. Оның ішінде жаңағы Англия бар, Испания бар, басқа мемлекеттерден осы жақында ғана 2300 адам келген. Оның ішінде бірнеше адамдардан жалпы омикрон жаңа симптом болмаса да басқалай симптомдар, дельта штамдар солар табылған. Енді бізге осындай кезде қауіп күшейіп тұрған кезде кішкене бір
етек жеңді жиған дұрыс сияқты. Ол шетелге барып демалмай, жақындарымыздың да қоршаған ортаның да бір қауіпсіздігін ойлау керек та адам. Енді бұл жерде адамдарға айту керек та, енді көптеген жаңағы тур компаниялар акция жасап, арзандатып билеттерді, енді оларға да мүмкін мемлекеттің тарапынан бір кішкене қысым керек шығар. Енді ол эпидахуал күшейсе, алдауымыз керек қой. эпидахуал күшейсе, онда мемлекет белгілі бір дәрежеде шешім қабылдайды деп ойлаймын. Өйткені бәрібір қалай болған күнде де елдің дамуы, экономикалық дамуына үлес қосатын ол адамдар ғой. Адами капитал қалай болған күнде де ше, ол азық-түлік алады, ол киім киінеді, ол салық төлейді деген сияқты, ол зейнетақы қорына ақша береді. Сондықтан мемлекетке де адам шығынына ұшыраған өте тиімсіз. Былай енді рухани жағынан емес, былай экономикалық, материал жағынан алып қараған кезде де сол ойлаймын. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы болды. Кеше бүкіл Казнетті шулатқан Ирина Кайратовнаның шығармашылық тобының 30-дан асып барамын деген фильмі. Мен өзім қарап шықтым. Мен көрген жоқпын. Көрінесің ба? Жалпы екеуміз талқылайық. Бас жаңалық расымен қазір әлеуметтік желі. Бұл жігіттер қанша бір белгілі бір деңгейде оппозициялық пікір айтқанымен ұлттық құндылықты дәріптегендері маған қатты ұнады. Иә, әрине режимге байланысты өз пікірдерін білдірді, қателіктерді нұсқады, бірақ тікелей ешкімді кінәлаған жоқ. Бірақ белгілі бір адам шығыны және де адамдардың бір елде болған келеңсіз жағдайдың барысынан қаза болғандар жайлы айтты да. Бірақ негізі маған қатты ұнаған жеті атаның, одан қалды отбасындағы ұлттық құндылық, бір-бірімен қазақша сөйлеуі, сосын киноның 90% қазақ тілінде болды да. Керек кезінде енді амал жоқ, енді біз екі тілді мемлекет болғаннан орысша сөйледік, бірақ таза бір қазақша контент жасап берді. Түсірілу сапасы, монтаж, идеясы бәрі тамаша болған да. Жаңа емес, біраз Голливудтың киноларына сілтеме жасаған, кейбір кадрлерді әдемі көшірген, енді ол штамп қой, плагиат емес, штамп та. Сондықтан бір елде болған бір Казнет үшін, яғни қазақ интернет үшін бір ерекше бір контент. Яғни 30 жылдағы мына оқиғалар 91-ден 2021-ге дейінгі жалпы осы біз тәуелсіз құрдастарымыз үшеумізде. Сол 91 мен осы 2021-дің арасында өткен барлық саяси маңызды оқиғалар түртіп өткен. Оның барлығын сізде, бізде жалпы осы тәуелсіз құрдастар көз алдымызда өткіздік сол кезеңде. Мен мысалға сіз саяси тұрғыдан қарасаңыз тәке, мен соны бір ностальгиялық тұрғыдан қарадым. Жақсы. Өйткені мен саяси астар іздеген жоқпын оның үшін. Мен дәл сол кезде өзім дәл сол бас кейіпкердің өткізген тағдыр, біздің де көз алдымызда өткен тағдыр. Балалық шағыңызды көрдіңіз ғой. Иә. Біздің де ата-анамыз сол 90-шы жылдардың тоқырауында біз үшін жүгіріп жүріп зырлап ақша іздеп нан тапты. Айлықтың орнына азық-түлікпен келді. Одан кейін 2000-шы жылдар сол свет өшіп қала беретін кездер болды. Ол да көз алдымызда өтті, былай айтқан кезде. Бір етікпенен 2 жыл, 3 жыл жүрген кездер болды. Сол кезеңдерді мысалға алып келді да, енді былай айтқан кезде бұл өткенге бір оралу. Енді осы өткендегі қателіктерді келешекте қайталамау деген тұрғысында көрсетілген фильм сияқты болды. Менің ойымда осылай. Тендер деген нәрсе бар ғой, енді бәрінің құлағында шулап жүрген, барлығы сонымен айналысқысы келеді. Сол жігіт сол бас кейіпкер тендермен айналысып жүріп, жаңағы ИВЛ аппараттарды 2 есе бағамен сатады да. Сосын коронавирус пандемиясы кезінде ИВЛ аппарат жетіспей, өзінің әкесі қайтыс болады. Енді ол спойлер емес, жалпы әкесі қайтыс болады. Сол кезде жылайды да, сол кезде алдымнан шықты ғой деген сияқты. Өз қолымен жіберген қателік. Сондай ол тек мемлекетті ғана бір сынап атқан жоқ, ол сондай бір қолы таза емес кәсіпкерлерді де сынап жатыр да. Нұртөре Жүсіп ағамыздың бір керемет айтатыны бар, мемлекеттік сатып алу деген маған бір мемлекетті сатып алу деген сияқты болып көрінеді. Негізі шынында да көптеген өзгерістер керек, көптеген бақылаулар. Жоқ, негізінде ол дұрыс, тендер дұрыс, бірақ дұрыс жүрсе дұрыс. Дұрыс жүрсе дұрыс. Енді қазір жігіттер жалпы байқайсыңдар ма, мына YouTube әлеуметтік желісінде, сосын мына Сәлем деген бір жаңағы кино шығаратын. Иә, Сәлем social медиа. Жалпы бізде соңғы кезде осы 5.32 деген кинолар қазір қоғамда тренд. Сосын мынау Сержан Братан деген кино шықты, өздеріңіз білесіздер. Сосын мынау Нышанбек өнейтін қандай тағы бір кино? Наркобизнес туралы. Шекер. Сондай кинолар біздің қазіргі қазақ индустриясын, киноиндустриясын жаулап жатыр, және де әрбір жастың аузында осы кинолар бір көптеп айтылып жүр. Енді осы киноларды мен бір жүгіртіп қарап өттім. Көбісінде бір зұлымдық басым сияқты. Бұны көрген жастар ертеңгі күні соларға бір еліктеп бір өздерін бір агрессивті түрде ұстап кетпей ме, қалай ойлайсың? Бұл нәрсеге Сәлемнің жігіттері жауап берді. Оның ішінде нақтылап айтсам, Қуат деген жігіт бар, бас продюсері, және Дархан деген азамат бар. Осы дәл осы сұраққа журналистер негізі оларға төпіштеп қойды сұрақты. Олар осыған жауап берді. Астанада өткен үлкен осындай медиа жиналыста олар айтты, негізі бұлардың ең бастағы жолдың құрылған бағыты бұл әзіл, сауықтық
контент ретінде құрылды. Яғни ішінде вайнерлер кіреді, сан түрлі блогерлер кіреді деп, подкасттар кіргізді. Бірақ олар медиа нарыққа кіре алмады. Медиа нарыққа кіретін бір жол ол сериал болды. Өйткені дәл сол кезде әлемдікте Netflix, одан кейін Ресейде Старт сияқты үлкен медиа нарықта контенттер жұмыс істей бастаған кезде біздікілерде өзіміздің отандық осындай өнімді ойлап тапты. Ол өте дұрыс нәрсе біріншіден. Ол одан кейін екіншіден көптеген мықты жас еркін ойлы режиссерлар, еркін ойлы сценаристеріміз отандық. Біздің отандық мысалы телеарналарға тағысындағы бәсекелестік көп болғаннан кіре алмады нарыққа. Ал соларға бұлар жол салып берді. Оларға бірінші пайда көзін тауып берді, екіншіден оларға мүмкіндік берді, алаң берді, былай айтқан кезде. Олар да айтады, зұлымдық басым, бәке сен айтқандай, тағысында ашық сахналар көп. Бірақ бұның барлығы біз ауруын жасырған арам өледі деген қазақта сөзі бар ғой. Біз осыны көрсету арқылы өмірде болып жатқан нәрсені көрсетіп жатырмыз. Демек, адам одан өзі ой түю керек. Ол нәрсе керек емес екенін көрсетіп тұр ол. Соның түбі неге баратынын көрсетіп тұр. Біздің қазіргі жастар еліктегіш қой проблема. Жоқ, ол былай да. Киноның туындының аяғында мораль бар. Сосын маған Вассерманның сөзін айтты, нашар мысалдан тез үйренеді дейді. На плохом примере быстро учится дейді. Сол секілді бізге жаңағы ең басты нәрсе burada қазақ тілді контентті көбейту да. Мысалға сіздер қазір қосымшаларыңызды қазақ тілде пайдалансаңыздар, сіздер қазақ тілді контенттің көбеюіне үлес қосасыздар. Google мына тілді пайдаланып жүр ма не деп Google'дың жасанды интеллекті мән бере бастайды сол тілге. Сондықтан YouTube-та да басқа жерлерде қазақ тілді контент болу, ол сол барлық әлемдегі жасанды интеллекттер сол тілді жаттай бастайды. Мынақта сөйлеп жатыр. Мысалға енді Корея сериалдары, фильмдері дамыған кезде біздің көп мысалы жастарымыз, оның ішінде қыздар бөліміндегі еліктеді, сол дорама деп кетті. Мысалы дорама деген мен үшін түсініксіз дүние. Жоқ, ол негізі кез келген контент ол пісіріліп шығады ғой. Сосын барып ата-ана бар, үйде жауап береді. Сосын өзі регламенттік студия бар, не бар. Былайша медиа деген ол тек журналистикадан тұрмайды ғой. Медиа деген теледидардан тұрмайды. Мысалы теледидардың регламенті бар, онда анай сөйлеу, біреуді балағаттау, дәлес сөйлеу деген жоқ. Шекара бар ғой, өзінің шегін ұстап отырады. Ал жаңағы әлеуметтік желідегі медиа оның этикасы бөлек. Сондықтан да сол этикаға сәйкес бір норма деп мен ойлаймын. Негізінен керек жерін алу керек, керек емес жерін қою керек. Бірақ әркім өзінің дисклеймерді міндетті түрде оқу керек. Бірақ дисклеймер деген нәрсені олар беріп отырады. Ең бастысы сол заңға сақтайды. Сода ескертеді. Біз 21 жастан асқан азаматтар ғана көрсін. Оның ішінде осындай сөздер бар. Ал ары қарай оны көріп, оны көрмейтін. Мысалға YouTube-қа салған кезде олар андай қанды немесе темекі шегіп тұрған сценаларын бұлдыратып жібереді. Өйткені YouTube-та әртүрлі деңгейде адам отырады. iTube-қа өтсең, сен міндетті түрде 21-ден асқан болып тіркелуің керек. Ол кезде басқа аккаунтпен сен көре алмайсың ол жақтан. Сондықтан бір сондай бір заңдылықтарын айтып жасап тұр да, ең болмаса ескертіп тұр. Сондықтан қажет деп ойлаймын бұл сериалдар. Құрметті телекөрермендер, бүгін біздің студиямызда қонақта Қазпошта акционерлік қоғам Қызылорда облыстық филиалының басшысы, Қызылорда облыстық мәслихатының депутаты Аида Абибуллаева. Аида ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сіз үшін қошемет тұрып қояйық. Бүгін негізі ерекше бағдарлама деп айтуға тура келеді. Өйткені бүгін жылдың қорытындысы. 2021 жылы осы бағдарлама көрерменге жол тартқан болатын, және бірнеше бағдарлама осыған дейін шықты. Және осы 21 жылдың айтқан кезде түйін бағдарламасының қонағы болып отырсыз. Бұл да бір үлкен мәртебе деп ойлап қоямын. Бірақ біздің бағдарламаның бір ерекшелігі біз медаль бермейміз. Өкінішке орай бізде марапат жоқ. Енді Аида ханым, 2021 жыл, жалпы 2020 жыл, 2021 жыл бұл біздер үшін бір сындарлы жыл болды. Оны өзіңіз білесіз. Іргемізден індет келіп, бұрынғы қазір енді әңгіме айтқан кезде біз коронавирусқа дейінгі кезең, коронавирустан кейінгі кезең деп әңгіме айтатын болдық. Осы 2021 жыл сіз үшін қандай бір естеліктермен есте қалды? Өзіңіз жақсы айтып отырсыз, коронавируске дейінгі және соның уақытындағы және содан кейінгі шамалы қазір сәл жағдай дұрысталған сияқты. Осы сәттің барлығы менің қызметімде, жалпы біздің ұжымның қызметінде өте күрделі уақыт болды. Біріншіден жаңағы коронавирустың басталу сәтінде
көп ұжымның әріптестерім қатты ауырды, жақындарымыз, ағайындарымыз ауырды. Одан кейін олар көп уақытқа дейін дұрысталам дегенше біраз уақыт кетті дегендей. Сонымен бірге халыққа біз қызметімізді атқару барысында біз үлкен жаңағы біздің қызметкерлердің үлкен бір ерекше жауапкершілігін көріп, мен тіптен тәнті болдым. Өйткені біздің қызметкерлеріміз шын мәнінде айлығы өте аз болғанымен сондай рухы биік, сондай жанашыр, өздерінің патриот екендерін көрдім. Жұмысын тастап кеткен, немесе бір артық әрекетке барған жағдайлар болған жоқ. Мен мақтана аламын ұжыммен. Өйткені жаңағы жолдарды жауып, елді мекендерді жауып тастаған кездері сол ауылдық аймақтардағы әрбір тұрғынның үйіне барып, олардың ақшаларын апарып беріп жатыр, басқа посылкалар, дәрі-дәрмегі, тіптен кейбір үйлерге жаңағындай тамақтары, азық-түліктерін апарып берген жағдай болды. Олар да үлкен тәуекелге барып жатыр, өздерінің денсаулықтарына, қауіпсіздігіне тәуекелге барып, сондай өте жақсы жұмыс жасады. Сондықтан мен былтырғы жылды сонда үлкен жақсы нәтижелі жұмыс жасадық деп айталам. Естеріңізде болса, жаңағы арнайы бір төлем төленді мемлекеттің тарапынан, жаңағы қандай еді? 42.500. Сол кездері бір үлкен ажиотаж болды халықтың ортасында. Арнайы счет ашу керек болды. Сол кездері бізге деген қызметкерлер кәдімгі күн-түн уақытпен санаспай жұмыс істеді. Бір 2 аптаның ішінде біз 15 мың, 20 мың адамға қызмет жасадық. Тез арада жаңа ақшаны алу үшін. Сондықтан мен өзім ұжымыма былтырғы жылды үлкен сынақ ретінде, және сол сынақта өте жоғары белестен көрінгеніне айтып, ауыз толтырып айта аламын. Ал сонымен бірге былтырғы жылдың соңында мынау Нұр Отан партиясында жаңағы ішкі іріктеу праймериз жаңағы бәсекесі, конкурс деп айтсақ болады, жаңағы орындалды, жүзеге асты. Науқан жүрді, үлкен науқан жүрді. Әрине мен өзім партия құрамында 2008 жылдан бері жұмыс жасап жүрмін. Таза партиецпін. Әрине мен ол партияға берілгендіктен емес, мен шынайы елім үшін, халқым үшін сондай бір жақсы нәтижелі жұмыс болса екен деген мақсатпен көп жұмыс жасадым. Осы 2000 жылдардан бастап, жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, бір тоқырау заманынан біз мемлекет шықты 90 жылдан бері қарай. Содан 2000 жылдардан бастап үлкен даму жолына түсті ғой мемлекет. Сол даму жолына түскен барысында мен өз тарапымнан үлкен еңбек еттім деп айта аламын. Өйткені біріншіден прокуратура саласында мен 5 жыл жұмыс істеу барысында біздің мемлекеттегі бизнесқа үлкен қолдау жасау жобасына мен үлкен еңбек еттім. Сол барысында мына заң саласында кәсіпкерлердің құқығын қорғау бағытында жақсы жұмыс істелінді. Содан кейін осы мына халыққа қызмет көрсету саласы арқылы мемлекетте үлкен цифрлық Қазақстан бағдарламасымен сондай үлкен жақсы жобаға қатыстым. 12 жыл сол бағытта жұмыс істедім. Сондықтан осы аз-ақ уақыттың ішінде біздің мемлекет шын мәнінде цифрлық Қазақстан болып кетті. Оның рахатын қазір барлығымыз қолданып отырмыз, Құдайға шүкір. Көп мемлекеттен, тіптен европалық мемлекеттен біз озып кеттік. Ол рас. Бұл жерде айтпағым, енді кешегі праймеризде мүмкін менің осы еңбегім жақсы көрінді ма, мен көптеген қатысушылардың ішіндегі ең алдыңғы қатардан орын алдым, халық жоғары бағасын берді. Және де облыстық маслихатқа депутат болдым осы қаңтар айында сайлауда. Одан бері енді биылғы жылда қандай жұмыспен көзге түстіңіз, не істедіңіз, жыл қалай болды дегеннен кейін айтып жатырмын. Биылғы жыл мен үшін сондай ауқымды жыл болды, өйткені өзімнің тікелей жаңағы жұмысыммен қатар қоғамдық депутаттық қызметті белсенді атқаруға тырыстым. Өйткені халықтың сенімі бар, халықтың үміті бар. Осы сәлде болса да бір мәселе шешілсе екен, бір проблемалар шешілсе екен, бір кедергілер жойылса екен деген әлде де менің сондай өзімнің мақсаттарым бар. Сол бағытта біраз жұмыс жасап келе жатырмын, әлде де жұмыс жасай беремін. Енді өзіңіз сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, біздің пошташылардың айлығы аздау деп. Енді шынында да арқа еті арша, борбай еті боша болып жүріп жұмыс жасайды. Біз пошташылардың жұмысын жалпы біздің көз алдымызда. Біздің телеарнаға күн сайын мына газеттердің барлығының келуінің өзі сол пошташылардың еңбегінің жемісі. Енді тағы да бір
көңіліңіз толмайтын бір кешеуілдеп дамып келе жатқан тұстар бар ма осы пошта саласының? Пошта саласының дамуы қазір шын мәнінде көп мемлекеттік органдарды қарап отырмын, көптеген басқа да салыстырмалы түрде айтқанда дамуы өте керемет. Шын мәнінде керемет. Бірақ көңіл аз бөліне ма? Бірақ көңіл аз бөлінбейді. Бұл жерде бұл бизнесқа айналып кеткен бұл сала. Өйткені өз қаржысын өзі табу керек. Сосын халықтың көзқарасы да баяғыдағыдай хат тасу, газет тасумен қалып қойды да, бірақ шын мәнінде почта саласы бұл бүгінгі таңда барлық электрондық қызметтерді, электрондық сауда бағытын мысалға кәсіпкерлер үйінен отырып интернет-магазин ашса да, соның заттарын анау тапсырыс берушіге жеткізіп беру, оның бүткіл логистикалық жаңағы жүйесі бар, ол өте күрделі. Бірақ мынау қазір бәсекелестік заман болғаннан кейін курьерлік жүйелер дамып кетті. Олардың бағасы көп арзан. Ал почта саласының қызметтері қымбат болғаннан кейін объемдар азайып қалады. Сондай кездері, мысалға азайған кездері жаңағы тиісті қызметкерлердің жалақысы төмендеп қалады. Газетке мысалға жазылудың өзі қазір өте қиын. Халық деген қазір газетке жазылғанын гөрі әлеуметтік желіден, интернет порталдардан барлығы көзі ашық, көкірегі ояу. Біз ол тенденцияны жақсы түсінеміз. Сондықтан қазір почташылардың, жаңағы хат тасушылардың қолында көптеген басқа да инструменттер бар, ақша табатын. Жаңағындай жеткізіп беру, посылкаларын, хаттарын, басқа да енді көптеген инструменттер бар. 300-дің үстінде қызмет көрсетіледі. Және де несие беру, лотерейный билет сату, тағы да айта беретін болса, ол өте көп. Соның барлығынан олар бонусный системаға көшкен. Нақты негізгі өзінің штаттық кесте бойынша айлық жалақысы бекітілген, ол өзгермейді. Ол қалай жұмыс істесе де ол өзгермейді, жұмысына барып келіп, 2 газет апарып берсе де. Бірақ жаңағы қосымша үстінен көбірек ақша табам дейтін азаматтар, ол жаңағындай бизнес болғаннан кейін жұмыс істеу керек. Соған байланысты. Негізі осы жерде қосып айтсам бола ма? Мысалы, бізде биыл хат тасушылар қала бойынша жаңа проектіге көшті. Ол проект біздің адамдар деп айтылады, наши люди деп айтады. Ол проектте жаңағындай сдельный оплата деп айтамыз. Мысалға осы қыркүйек қазан айында біздің хат тасушылар өте жақсы айлық алды. 200 мыңның үстінде айлық алған қызметкерлер болды. Қазір шамалы мынау объем азайғаннан кейін ақшасы азайып жатыр. Бірақ та енді жылдың басында ол қайтадан шамалы аздау болады да, содан кейін қайтадан көтеріледі. Енді тенденцияға қарай. Ал жаңағы газеттерімізді де енді қазір жақсы көбейіп жатыр ғой. Сосын мына курьерский доставка өте жақсы. Құдай қаласа оның барлығы да болады. Енді әрине оптимизация болмаса болмайды. Ол кәсіп болғаннан кейін, кәсіпорын болғаннан кейін ол белгілі, бірақ адамдар енді өздері қазір жақсы қолданыс жұмыс жасап жатыр. Енді мысалға теледидар шыққан кезде көптеген сарапшылар айтты, газеттің дәурені бітті. Газет енді бұдан кейін оқылмайды, газет қалады деді. Жаңа өзіңізде сөзіңізде айтып отырсыз, қазір жаңағы үйіңе дейін жеткізіп беретін түрлі қызметтер бар. Мына Flip.kz деген бар, біздің білетініміз. Көптеген сондай доставканың түрлері көп. Енді Қазпошта алдағы бір 50 жылдың көлемінде бір жойылып кетеді деген бір қауіп жоқ қой? Осындай бәсекелестік көбейе берсе, Қазпоштаның қызметін тұтынушылар азайып қалады деген. Шын мәнінде Қазпошта компаниясы менің ойымша ол одан әрмен дамып жатыр. Енді өзімнің ішкі асханасында жүрмін ғой, мен көріп отырмын. Ол одан әрмен дамып жатыр. Халықтың сұранысына үнемі талдау жасалынып отырады, тұрақты түрде. Қай сұраныс көбірек қолданыста сол сұранысты дамыта береді. Ал мынау логистикалық система жүйесі Қазпоштадағыдай бұндай жүйе ешқандай компанияда Қазақстанда жоқ. Сол курьерлік, сол компаниялар болсын, Flip.kz болсын, басқа болсын, барлығы да Қазпошта арқылы жеткізіледі өздерінің офистеріне. Содан кейін олар адамдарға жеткізіліп отыр. Жалпы біздің жүйені пайдаланып отыр барлық курьерлік компания. Және қазір мысалға
бір қатты тез шұғыл жеткізу керек болса, қазір мысалға курьерлік компаниялар таксилерді пайдаланып отыр. Иә, сосын Қазпочта жүйесіне бөлек жүйелер бар, мысалға таксилер арқылы немесе басқа сондай транспорттар арқылы пайдалануда енді. Ал бірақ алаңсыз түбегейлі жойылып кетеді деген мен ондай ойламаймын. Мысалға газет сұраныс азайды деп айтамыз, бірақ ол қатты азайған жоқ. Өйткені бұл газеттің ішіндегі әңгіме ол шынайы негізі бар, авторы бар, бір негізделген нақты анализ жасалған, сараптамалық бір қорытынды. Сондықтан жаңағы біздің мысалға ұстаздар болсын, жас оқып келе жатқан жас ғалымдар болсын, ғылыми жаңағындай бір атақ алатын болса, олар бір міндетті түрде өзінің ғылыми жаңағы зерттеулерін газеттер бетіне, журналдар бетіне шығармаса, ол атақ аламайды. Оның өзінің нормативтары бар. Сондықтан ол газеттің орны бөлек. Ал басқа мемлекеттерді қарайтын болсақ, мысалға, даже Түркияның өзі мына тұрған таңертең нанға барған кезде нанға очередь болмайды, кезек. Ал газетке кезек ұзын. Бір күнде 3 рет шығатын газеттер бар. Өте ояқта газетте өте өзекті сұранысқа, үлкен сұранысқа ие. Өйткені мемлекеттің ақпаратын газет арқылы жібереді. Сосын мына Европадағы, Ұлыбританияда да дәл сондай, өздеріңіз білесіздер. Америкада да мысалға көрдік, газеттің өте жаңағы өзінің оқитын оқырманы бар. Зиялы ғалымдар газетті сүйеді. Солардың маркетингтік жолын пайдалану керек шығар, солардың. Дәл солар сияқты жұмыс істей алса, біздегі алдағы уақытта газет. Біз олардың халық санына жетіп аламыз керек. Ол да бар, Өйткені мәселен Америкада 200 миллион халық бар делік. Оның 10% газет тұтынады десең, 20 миллион халық па, 20 миллион халыққа газет сәйкесінше шығады. Бізде 19 миллион халық па, соңғы санақ бойынша 1,9 миллион адам газет тұтынады, 10%-мен қарасақ. Сондықтан да соған сәйкесінше, мысалы Қызылордада 200 мың халық тұра ма, қалада 250 мың, 25 мың адам газет оқиды. Енді соған сәйкесінше соған қанағаттандырып отырады ғой. Ол үшін біздің халық саны өсу керек. Сол кезде эквиваленция ретінде енді биыл 19 миллион болдық. Осы қарқынмен дами беретін болсақ, Алла қаласа 20-30 жылдың көлемінде Қазақтан ұлы адам көп шығу үшін 40-50 миллион болу керек кемінде. Сол кезде ұлы адам шығу ықтималдығы көбейеді. Карантин көп болу керек ол үшін. Карантин көп болу керек. Карантин көп болу керек. Светтері шөптіру керек. Жас отбасыларға үй көп беру керек, өз үйінде өмір сүру керек. Жалпы енді Аида ханым, өзіңіз облыстық мәслихаттың депутатысыз. Үй көп берілу керек деп айтып жатыр ғой. Жалпы біздің облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуы осы 2021 жыл. Енді әр сессия сайын сіздердің алдарыңызда информациялар ашық айтылып жатады. Бюджет қаржы тайғазанымыз, мына құрылыстың жайы, басқалары сіздердің көз алдарыңызда, сіздердің дауыстарыңызбен барып барлығы бекиді. Бүгінгі дамуымыз қалай, Қызылорданың? Бүгінгі бейнесі қандай? Енді жалпы облыстың жаңағы бюджеттік қаржысы жақсы, жаман емес. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда көп өзгеріс бар, жақсы өзгерістер бар. Және де сонымен бірге даму бағдарламасы бар. Облыстың даму бағдарламасы да өте күрделі, жоспар көп. Құдайға шүкір, қазір бала да көп туылып жатыр. Мектептер қажеттілігі жоғары, балабақшалар барлығы салынып жатыр, жол жөнделіп жатыр. Былайша қарап тұрсақ, қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Әрине арасында проблемалық сұрақтар болады. Ол мәслихаттың әрбір сессиясы немесе тұрақты комиссия отырыстары жай тыныш бір ондай қарқында өтпейді. Кәдімгі үлкен тартыста өтеді. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Ол жерде жаңағы әрбір депутаттың өзінің аймағы бар, жауапты саласы бар. Оған жүктелген нақты индикаторлары бар. Сол индикатор бойынша кәдімгі тартыс болады, сұмдық тартыс болады. Мен өзім әлеуметтік әлеуметтік комиссияның құрамындамын, және менің бағытым мынау көбінесе білім саласы мен әлеуметтік жаңа қорғалмаған топтар бойынша сол салаларды өзім салалар бойынша жетекшілік етемін.
және инклюзия бойынша мен жетекшілік етемін. Жалпы мынау мүмкіндігі шектеулі азаматтар, ерекше қажеттілігі бар азаматтарға қаншалықты жағдай жасалған, олардың бүгінгі күнкөріс деңгейі қандай деген сұрақтарға жұмыс жасаймын. Сосын мемлекеттік мекемелер бар ма, жалпы қызмет көрсету орындарында осындай ерекше қажеттілігі бар азаматтарға жағдай жасалу деңгейіне біз сараптап жасап қарап отырамыз. Сонымен бірге мына мектептерде бүгінгі мысалға мүгедектігі бар балалардың мектепке жалпы мектеп ортасында олардың жүріп тұруы, олардың халықпен басқа балалармен бірдей білім алу деңгейіне мен анализ жасап, жалпы жұмыс жасап отырам. Бұл негізгі менің жұмыстарымның бағыттары. Енді әрине өздеріңіз түсінесіздер, білесіздер, бұл салалар өте күрделі, өте оңай емес. Бірақ мен қарап отырмын, біздің облыстық жаңағы тиісті уәкілетті органдар өзінің жұмысын барынша атқарып жатыр. Барынша қолдарынан келгенше жақсы атқарып жатыр. Облыс әкімі Гүлшара Наушаевна өзі өткенде есеп берді, сол есебінде толыққанды барлық жұмыстарды қамтып өтті. Енді жаңағы жұмыс жасалған жерде кемшілік болмай тұрмайды, ол болады. Және де қазіргі ондай кемшіліктер бұрын соңында ол өмір бақи болған. Бірақ бүгінгі таңда мына әлеуметтік желі қолжетімді болғаннан кейін оны бетіп қарқынды айтып кететін бір сондай қазір әдетке айналып кеттік. Шын мәнінде енді бұрын соңында ондай кемшіліктер де болды. Бірақ та мен мысалға өзім 30 жыл тәуелсіздік уақытты ойланып отырсам, кешегі 90 жыл мен 2000 жылдың арасында тоқырау қиын заманнан біздің мемлекет алып шыққан үлкен басшылар шын мәнінде үлкен жұмыс жасады ғой. Бірақ әлеуметтік желі болған жоқ ол кезде. Интернет жүйесі болған жоқ. Сондықтан бізге көп ақпарат жеткен жоқ. Біз білмейміз оның қалай болған шын мәнінде. Ол замандарда бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп жүре бердік. Ал бүгінгі таңда кішкене жаңағы бір құмалақ бір қарын майды шірітеді демекші, бір кішкене кемшілікті көріп қалсақ, соны дүрліктіріп кететін жаман әдетке айналып. Ар жағындағы бүкіл еңбек көрінбей қалады. Енді алдымызда барыс жылы келе жатыр. Біз барыс жылын табыс жылы деп өзімізше жорамалдап отырмыз. Құдай қаласа. Қандай жұмыс жоспарларыңызда бар? Қандай үміт күтесіз барыс жылынан? Енді барыс жылы шын мәнінде үлкен үміт жылы шығар. Ең бастысы менің күтетінім мына халықтың мына коронавирус бар ма, басқа вирус бар ма, осы бәлематардың бәрінен айығып, құтылып, соның бәрінен алаңсыз құтылып кетіп, дені сау, білімді, ілімді, ақылды, парасатты ұрпақ болса деп мен ойлаймын. Біздің мемлекетті одан әрмен дамытатын мына сіздер, жастар, қазір сондай өте жоғары білімді, зиялы, рухы биік азаматтар әрі қарай біздің мемлекетті онан сайын дамытады деп мен сондай арман, үмітім бар. Құдай қаласа соған келе жатырмыз. Қазіргі жастарды мен көрем, кейде мен қатты риза боламын. Өйткені біз советтік дәуірде өттік, оқыдық. Мен пионер болдым, комсомол болдым, мектепте оқыдым. Қалай болмасын, бізде жаңағы бодандық саясат, ол біздің подсознаниеміз түп санамызда қалып қойды. Ал мына кейінгі 30 жылдың ішінде туылған жастар, оларда мынандай шектеу жоқ, мынандай рамка жоқ оларда. Ешқандай оларға бүкіл әлем олардың алдында ойына қандай мақсат алса, олар барлығына да қол жеткізе алады. Қазір пандемияның бір жақсы жерлері бар. Ең біріншіден кез келген курстарды онлайн ала аласың. Кез келген білімді онлайн ала аласың. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Нақты уақытпен мысалға көптеген курстар мен өзім жұмыс жасап жүріп, кешкісін сағат 9-10-дарда міндетті түрде бір сабақтарды қарап, оқып алып, жаңағы біліп отыруға тырыстым. Сондықтан қазіргі жастардың мүмкіндігі шексіз. Құдай қаласа мен барыс жылында ойлаймын, осы жастар қазір билікке келіп жатыр. Сондай білімді, сондай жаңағы өзінің еліне, халқына деген ерекше патриот жастар келіп жатыр. Сондықтан мен үмітім зор. Барлығымыз осы мемлекетті дамытуға, елге жақсы жағдай жасауға әлде де сүбелі жақсы жұмыстар жасай аламыз деп мен ойлаймын. Әрине мен өзімнің жеке жоспарларым бар, бірақ Құдай қаласа оны болғаннан кейін көреміз. Келесі жылда бір бағдарламаға шақырамыз. Біткеннен кейін сосын шақырайық, жүзеге асты ма. Кеме қойған ба, жүзеге асып кетіп
бірақ былтыр жоспарлаған жұмыстарым биыл жүзеге асты, толықтай жүзеге асты. Толыққанды айтуға болады дейсіз ғой. Енді жігіттер бір ұсыныс бар еді, Айда ханым. Енді қорытындылап жатырмыз ғой. Енді өздерің үшін осы Қызылорда облысындағы осы жылғы ең үздік жаңалық қандай деп айтасыңдар? Біз енді қонағымыздан бастап Айда ханым, өзіңіз жалпы сендер оңай жолмен кетіп қалдыңдар ше. Айда ханым соңынан береміз, иә? Мен бастайыншы онда. Жарайды. Мен үшін бір ерекше жаңалық болған. Осы бір апта бұрын облыс әкімі желтоқсан құрбандарына ескерткіш қойды, белгі қойды. Мен енді дизайнына көңілім толды, толмады деп айтамын, өйткені әлі барып бетіп жақыннан көрген жоқпын да. Бірақ қуандым. Сол оқиғаның құрбандарына бізде белгі тұрғанына. Мен қателеспесем, еліміздің көп қалаларында ондай белгі жоқ. Сондықтан да біз енді мектептің кезінде Қайраттың рөлін көп ойнайтынбыз. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Кешеде мына балабақшада бір сондай қойылым қойғандар қазнетте хит болып жатыр ғой. Енді сол мен үшін бір тәуелсіздіктің сол кісілердің арқасында келгенін мойындауының бір белгісі деп қабылдадым да. Іштей қатты риза болдым. Осы белгіге. Ол үлкен ескерткіш болмақ қойсын. Белгі тұрғаны, оның тағзым алаңында тұрғанына да қуандым. Өткен тағзым алаңы ол қаһармандардың алаңы. Мына жағында ауған болса, мына жағында екінші соғыс болса, Чернобыльден қаза болғандар, сонымен желтоқсан оқиғасы. Яғни желтоқсан оқиғасының маңыздылығы сол ситуациялардың, сол тарихтағы маңыздылығымен бірдей теңесті. Дәулет ханым, қазір мен ойымша KFC-де айтайын деп тұрсақ. Қызылордада KFC ашылды. KFC-ға жарнама жасамау керек, не тұрғанмен ол бір үлкен мегаполистерде орналастырылатын сауда маркасы ғой, былай айтқан кезде. Енді ол мен үшін жаңалық емес, өйткені KFC-дің талай басқа өңірлерінде KFC жеп өскен. Мен үшін білмеймін, не жаңалық қазір табанастан. Мен де есіме түспей тұр, шынымды айтайын. Сондай-ақ сосын үлкен жаңалықтың бірі осы біздің телевидение саласы үшін деп ойлаймын, осы сыр журналистикасының антологиясының шығуы. 5 томдығы сыр журналистикасының. Оның ішінде енді осы сыр журналистикасының 30 жылдан бергі менің ойымша тарихы көрсетілген. Оның ішінде осы біздің телеарнада қалай құрылғандығы, осы газеттердің қалай аяқ алғандығы, қалай осы дәуірге дейін келе жатқандығы барлығы көрсетілген. Осы сол салада еңбек еткен жандардың мемуарлары арқылы. Осындай жаңалықтар және де осы сыр сандық деген. Сосын мынау Қызылорда облысында біздің біз қазір ОНОМЦ деп айтуға үйреніп қалғанбыз ғой. Соған жалпы ұсыныстар жасалып жатыр. Сол облыстық филармонияға біздің кешегі композитор көкеміз осы коронавирустың салдарынан қайтыс болды. Кеңес Дүйсекеевтің болмаса КСРО-ның халық әртісі Роза Бағланова апамыздың атын беру туралы ұсыныстар жасалып жатқан жігіттерден естігенмін. Осы жаңалықты естігенде шынында да қуандым. Менің қуанғаным биыл енді әрине бұл бірінші рет емес, бірақ биыл 650 отбасы баспаналы болатын кешегі жаңалық. Мысалға мен соны қатты жіті бақылап отырмын, қаншалықты олар толықтай соны алып болады, жаңа жылда жаңа үйге кіреді. Мен осы жаңалық мен үшін өте үлкен бір жаңалық. 650 шаңырақ қуанышқа келсе, өте жақсы жаңалық. Біз жыл сайын осы 650 адамға үй беріп тұрмыз, 650 шаңыраққа. Қызылордада 2 жылда 1300 болады. Қызылордада сол кезде үйсіз жандардың қатары жоқ болып кетеді да. Сосын бір жылдар бір күшті жаңалық болды, осы балалар үйі жоқ, облыс ретінде біз танылдық. Ол өте жақсы нәрсе. Осындай бір жақсы жаңалықтарымыз келесі жылда бола берсін деген ниет танытқым келеді. Жақсы, өте жақсы. Айда ханым, бүгін студиямызға келіп әдемі сүбелі сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. 2021 жыл сіздің өзіңіздің жеке басыңыз үшін, сіз басқарып отырған Қазпошта акционерлік қоғамы үшін табысты болсын. Әрқашанда тек қана биік белестерден көрінуіңізге тілекшіміз. Көп рахмет. Сіздерге де творчестволық табыстар тілеймін. Өсіңіздер, өрлеңіздер, өркендеңіздер. Көп рахмет. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, бүгін мінекей 2021 жылдың түйін бағдарламасына тамаша көрік берген бізде Аида Абибуллаева ханымға тағы да алғыс айтып, бүгінгі бағдарламамызды осы 2021 жылдың түйін бағдарламасын осы жерден түйіндейміз. Аман саулықта келесі жылы кездесек, әр шаңыраққа бақыт, баянды ғұмыр, мол табыс, береке тілейміз. Аман болыңыздар.